Түркістан қаласының тұрғындары қазіргі таңда 23 тамыз бен 29 тамыз аралығында республика көлемінде құқық тәртіп шарасы өтіп жатыр. Осы құқық тәртіп шарасында учаскелік инспекторлар осы іс-шарамен жұмыс атқарып жатыр бірқатар. Түнде жасөспірім балдар жүргенін алдын алу, одан кейін қаламыздағы барлық құқық бұзушылықтардың алдын алу, қылмысты болдырмау мәселесі бойынша осы құқық тәртіп шарасында бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Құқық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Онда рота инспектор, патрульдік полиция ротасының инспекторларымен біршама жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, жалпы 3 тәулік ішінде 700-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, оның ішінде ұсақ бұзақылық, мас халде автокөлігін басқарған жүргізуші, сонымен қатар қауіпсіздік белдігін, автокөлігін басқару барысында ұялы телефон қолдану және 36 автокөлік айыптұраққа қойылды. Осы сәтті пайдалана отырып, Түркістан қаласының тұрғындарынан құқық тәртіппенен жол қауіпсіздігін сақтауларын сұраймын.